Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды қошқардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ауылға жұмысқа келген медицина қызметкерлері үшін 10 миллион теңге жәрдемақы берілуі мүмкін. Бұл туралы мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов телеграм арнасында жазды деп хабарлады Халық үні тілшісі. Құрметті дәрігерлер мен денсаулық сақтау саласының қызметкерлері, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздердің мамандықтарыңыз ең қиын, жауапты және асыл мамандықтардың бірі. Сіздер күн сайын мыңдаған адамдардың өмірін сақтап қалып, нағыз ерлік жасап жүрсіздер. Президенттің тапсырмаларына сәйкес соңғы жылдары жалақы көтеріліп, жаңа денсаулық сақтау нысандары салынып жатыр деп жазды депутат. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, тұрғаны лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Сау саламат болыңыз.